Толқын? Толқын? Әлі тұрмағансың ба? Сен үйдің кілтін қайдан алдың? Кеше анамның шаруалармен шапқылап жүргенде қайта-қайта қоңырауды соға бермейін деп Сәуле апайдың кілтін алып алғам. Не болды? Кілтті үстелдің үстіне қой. Саған ешкім рұқсат берген жоқ. Жарайды. Толқын, кешір. Тамақ ішдің бе? Ішпеймін. Мен мазаламаш, жалғыз қалғым келіп тұр. Олай болмайды, Толқын. Тамақ ішу керек. Жүр екеуміз көшеге шығып, тамақ ішіп келейік. Жалғыз қалғым келеді. Түсінбейсің бе? Кетші өтінемін. Кетпеймін. Кетпеймін. Сен бұлай жата берсең ауырып қаласың, Толқын. Кішкене болсын тамақ ішіп алшы. Сен осылай жылап жата бергеннен Сәуле апай қайтып келмейді ғой? Мен сенен бірдеңе сұрадым ба, а? Саған қарным аш, маған тамақ әкеп бер дедің бе? Немесе анамды қайтып әкеп бер дедің бе? Оның қайтпайтынын енді өзім де білем. Не керек саған? Кет дедім ғой, мен саған сөз ұқпайсың ба? Болды, Толқын, кешір, жаным. Менікі дұрыс болмады. Енді қайталамаймын. Толқын, сен маған қанша жерден кет десең де мен бәрібір кетпеймін. Мен енді сенің қасыңда боламын. Саған бәрін ұмыттырамын. Бәрін басынан бастаймыз. Екеуміздің де ешкіміміз жоқ. Екі жарты бір бүтін болып. Бақытты ғұмыр кешеміз. Е, Толқын, е? Жап аузыңды. Не айтып тұрсың? Шық үйден. Толқын. Сен мендіксің, Толқын. Екеуміз үйленеміз. Мен сен үшін бәрін істедім. Істеймін де. Енді арамызға ешкім тұрмайды. Анаң да жоқ. Мирасында бар жоқ білінбейді. Ойлашы, Толқын, сен және мен екеуміз ғана. Екеуміз бақытты ғұмыр кешеміз. Мен сені бақытты қылам. Жақсы, құрт көзіңді. Жоғал. Сен аурусың, бар да емдел. Мен осының бәрін сен үшін істедім ғой, Толқын. Мен осының бәрін сен үшін істедім ғой, Толқын. Сен мендіксің, білесің бе? Сен мендіксің. Екеуміз бірге боламыз. Екеуміз бақытты боламыз, Толқын. Осыдан артық сөз айтсаң, не болатынын білесің.